құрметті оқушылар, біз өткен сабақтағы тақырыбымызды ары қарай жалғастырамыз. Екі санның қатынасы, екі санның пайыздық қатынасы. Оқу мақсаттарын біз мынадай тәртіпте қойдық. Екі санның қатынасы нені көрсететінін түсінуіміз керек. Сандардың қатынасы ұғымын меңгеру, берілген қатынасқа кері қатынасты табу, екі санның қатынасын оқу және жаза білуіміз керек. Пысықтау сұрақтарына тоқталсақ, өткен сабақта қайталау дегенде, екі санның қатынасы дегеніміз не? Берілген қатынасқа кері қатынас қалай табылады? Берілген қатынасқа тең қатынас қалай табылады? Осы сұрақтарды қолдана отырып, біз бүгінгі сабағымызға қайталау жұмыстарын орындасақ, берілген қатынасты бөлшек түрінде жазып қысқартыңыздар. 6-ның 15-ке қатынасы, 16-ның 60-қа қатынасы. Енді тексеру жүргізейік. 6-ның 15-ке қатынасын бөлшек түрінде 15-тен 6 бөлшегі түрінде жазамыз. 15-тен 6 бөлшегін алымында бөлімінде қысқарту үшін бірдей санға бөлуіміз керек. Бірдей санымыз ол 3, алымында бөлімінде 3-ке бөліп, 5-тен 2 санын аламыз. Қатынас түрінде айтатын болсақ, 6-ның 15-ке қатынасы 2-ның 5-ке қатынасына тең болады екен. Келесіде 16-ның 60-қа қатынасын бөлшек түрінде 60-тан 16 бөлшегі түрінде жазамыз. Оны қысқартып, 60-тан 16 санның алымын және бөлімін бірдей санға бөлеміз. Бірдей санымыз ол 4, 4-ке бөліп, 15-тен 4 санын аламыз. 60-тан 16 тең 15-тен 4. Немесе қатынас түрінде айтатын болсақ, 16-ның 60-қа қатынасы 4-тің 15-ке қатынасына тең болады екен. Екінші тапсырмада сіздермен қатынасқа кері қатынасты жазуымыз керек. Ол үшін мынадай тапсырма. 11-дің 8-ге қатынасын және 42-ның 45-ке қатынасын, қатынастардың кері қатынастарын жазыңыздар. Енді тексерейік. 11-дің 8-ге қатынасына 8-дің 11-ге қатынасы кері қатынас болады екен. 42-ның 45-ке қатынасына 45-дің 42 қатынасына кері қатынас болады. Демек, кері қатынасты табу үшін өткен сабақта біз айтқанымыздай, алдыңғы мүше мен соңғы мүшелерінің орны ауысады екен. Енді бүгін біз сіздермен екі санның қатынасын процентпен өрнектеп көрейік. Ол үшін екі санның қатынасын немесе бөлімдісін дейміз 100-ге көбейтіп, процент белгісін қасына тіркеуіміз керек. Мысалы, 2,7-ның 9-ға қатынасын 100-ге көбейтіп, 0,3 көбейту 100% тең 30% деп өрнектей аламыз. Демек, бірінші екі санның қатынасын 2,7-ның 9-ға қатынасын біз 100-ге көбейттік. Сонда бізде осы қатынастың проценттік түрі ол 30% болады екен. Немесе мынадай түрде де өрнектеуге болады. Б санының А санына проценттік қатынасын табу үшін Б бөлінген А қатынасының мәнін тауып, оны процентпен өрнектеу керек. Яғни есептеу үшін мынадай формуланы пайдалануға болады екен. П процент тең Б-ның А-ға қатынасын көбейтеміз 100%-ға. Келесі есептерде біз осы формуланы тікелей қолданыста көреміз. Мысалы, тапсырма мынадай. Фермер 140 гектар жердің 91 гектарына картоп екті. Фермер жердің неше процентіне картоп екті? Ойланып көрейік, алдымен қысқаша шартына тоқталамыз. Ол үшін біз 140 гектарымыз ол жалпы 100%-ді құрайтынын білеміз, жалпы жердің. Соның ішінде 91% гектары неше процент болатынын анықтауымыз керек. Ол үшін жоғарыда айтылғандай формуласын қолдансақ, егер бізде 140 гектар ол А саны болса,
91 гектар ол Б саны болса, онда біз формуланы қолдану арқылы 91-ді 140-қа бөлеміз, бөлімді түрде жазып қатынас құрастырамыз, және ол қатынасты 100-ге көбейтіп, картоп егілген гектарымыз 65%-ті құрайтынын көріп отырмыз. Келесі тапсырмада бұл жерде де осы формулаға байланысты, бірақ кішкене өзгешелігі бар. Тыңдаймыз, картоп өнімділігі 80 центнер гектардан 150 центнер гектарға көтерілді. Картоп өнімділігі қанша процентке көтерілді? Әрине, алдымен осы екі өсудің айырмашылығын байқауымыз керек. Демек, картоп өнімділігі 80 центнер гектардан 150 центнер гектарға көтерілді. Демек, қанша центнер гектарға көтерілгенін анықтауымыз керек екен. Ол үшін біз 150 центнер гектардан 80 центнер гектарды не істеуіміз керек? Азайтуымыз керек. Сонда бізде айырмасы 70 центнер гектарға тең болады. Демек, осы енді 70 центнер гектар бізде неше процент екенін анықтау үшін біз сіздермен қатынас құрып, сол қатынасты істеуіміз керек, есептеуіміз керек. 70-ке көтерілді, 80 болды, көбейтеміз 100-ге, 70-тен 80-ге қатынасы 0,875 санын береді. Осы санды 100-ге көбейту арқылы 87,5% құрайтынын көреміз. Демек, картоп өнімділігі 87,5%-ке көтерілген екен. Үшінші тапсырмада 250 килограмм қант қызылшасынан 45 килограмм қант алынды. Қант қызылшасының неше проценті қант екенін анықтау керек. Алдыңғы есептерден сияқты 250 килограмм қант қызылшасы жалпы ол барлығы 100%-ді құрайды. 45 килограммымыз қанша процент болатынын анықтау керек. Ол үшін жаңа алдында айтылғандай Б санын А санына бөліп, немесе қатынас құрып 100%-ға көбейтеміз. Ары қарай қысқарту жолдарын орындап, ары қарай көбейтуді орындаймыз. Көбейтуде 45 көбейту 2 қатынас 5 деген қатынас шығады. Оны тағы да қысқарту арқылы біз керекті мәліметімізді аламыз. Демек, қысқарту арқылы 9 көбейту 2 тең 18% шығады екен. Демек, 45 килограмм қант алу үшін бізге қант 18%-ті құрайды екен. Егер бүгінгі сабағымызды түйіндейтін болсақ, демек қорытынды жасайтын болсақ, бізде екі санның проценттік қатынасын табу үшін екі санның қатынасын 100-ге көбейтіп, процент белгісін тіркеу керек. Ол үшін біз тиісті қатынасты құрамыз және оны 100-ге көбейтеміз. Әрине, қасына процент белгісін тіркеуіміз керек. Оны болашақта естеріңізде сақтап жүріңіздер. Келесі, кейбір есептерде бізде төмендегі формула қолданылады. Жаңағы жоғарғы есептерде байқағандай. Б санының А санына проценттің қатынасын табу үшін жаңағы Б-ның А-ға қатынасының мәнін тауып, оны процентпен өрнектеу керек. Демек, сендер тікелей экранда берілген формуланы қолданып шығара аласыздар. Бүгінгі қабылдайтын мәліметіміз осы. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.